Сәлем достар, бүгін каркадеден жасалатын сусын дайындайтын боламыз. Табиғи, өте пайдалы, қолжетімді, қарапайым, дәмді және ерекше сусын. Ол үшін ең алдымен арнайы ыдысқа 5 литр суымызды құйып қайнатып аламыз. Ол суымыз қайнағаннан кейін оның үстіне 40 грамм каркадемізді салатын боламыз. Және де дүкендегі кез келген фруктовый чай қажет болады. Мен тесттің осындай фруктовый чайын таңдадым. Осының бір пакетигін немесе бір ас қасығын салатын боламыз. Жақсылап қайнатамыз, және де каркадеммен салған фруктовый чайымыз төмен қарай түскен кезде оттың астын өшіретін боламыз. Егер сіздер 5 литр көп немесе аз дейтін болсаңыздар, мен жазған астындағы рецептке қарай 2 есе көбейтіп немесе 2 есе азайтып жасасаңыздар болады. Астына барлығы төмен түскен кезде оттың астын өшіретін боламыз. Менің каналыма жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Отты өшірген соң қантымызды салатын боламыз. Мен 5 литр суға жарты килограмм қант салдым. Қант ерігенше жақсылап араластырамыз. Және де өзіңіздің қалай тәтті болғанын қаласаңыз, қантты кішкене көбірек немесе азырақ қоссаңыздар болады. Қанты ерген соң, дәмі өзіңізге ұнағанын көріп, тәттілігін барлығын тексеріп болғаннан кейін бұл сусынымызды суытатын боламыз. Суытқаннан кейін арнайы ыдысқа сүзгіштің көмегімен бұл сусынды сүзіп аламыз. Сүзіп алған соң күнделікті ішкенге 1 литр алып қалып қалған бөлігін арнайы ыдыстарға құйып, міндетті түрде холодильникте сақтаймыз. Менде 5 литр сусын шықты, 4 литрді холодильникке салып, арнайы күнделікті ішкенге графинге құйып қойдым. Оған өзіңіздің қалауыңызға қарай мята, апельсин, лимон салып ішсеңіздер болады. Жасап көруге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын.